Илон Маск Байқоңырды арендаға алды. Бүгін Ресей президенті Владимир Путин Илон Маскпен келіссөз жүргізіп, Байқоңырды қайтару туралы шешімге келді. Содан соң Маск Байқоңыр қаласына аттанып, космодромды өз көзімен көруге келді. Илонның келуіне мәз болған Байқоңыр тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Масктың айтуынша, енді Байқоңыр қаласы мен Қызылорда облысының жағдайы әлде қайда керемет болмақ. Деп айтсам, достар, сеніп қалдыңыздар ма? Әрине, бұл менің қиялым, және де осы қиялымды шынайы етіп фото бейнелер арқылы көрсету үшін мен жасанды интеллектпен нейрожеліні меңгеріп алдым. Көрдіңіздер ме, әлем қалай көз алдарыңызда өзгеріп бара жатқанын. Енді заман бұрынғыдай болмайды. Сондықтан да осы жасанды интеллектпен нейрожеліні үйрену арқылы сіз біріншіден заманның ағысынан қалмайсыз. Екіншіден, айына 500 мыңнан аса қосымша қаражат табасыз. Үшіншіден, өміріңіз қатты жеңілдейді. Себебі жасанды интеллект бәрін біледі. Мен осы бойынша интенсив сабағыма қатысам деушілер болса, бас беттегі сілтемеге өтіңіздер. Мен есімім Әділет Ашырбек, және де нейрожелінің басқа да мүмкіндіктерін мен парақшамда көрсеттім. Қазақстан үкіметі Байқоңырды республика меншігіне алу туралы қаулыға қол қойды. Ресейдің атындағы кей мүлік біздің елге ешқандай өтеусіз негізде қабылданды. Олар 1991 жылы шығарылған Экран М ғарыш кемесі және бөлшектері, 1993 жылғы құрастыру және қорғау блогы мен 32 жыл болған нысандарды тестілеу жүйесі. Қаулы 3 наурызда күшіне енді. Помните, я рассказывал про рубли на Байконуре? Недавно я узнал, что официально в обращении там две национальные валюты. Российские рубли и казахстанские тенге. То есть можно было не покупать рубли. Правда, некоторые магазины у меня не принимали тенге. Видимо, привыкли к рублям. А так у многих там работал Каспий Голд. Почему в Байконуре используются рубли? Потому что этот город входит в состав Казахстана, но находится в аренде у России. Космодром и город мы передали в аренду до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 миллионов. Құрметті достар, мен сіздерге қазір Байқоңырдан мешітке қалай өтетінімізді көрсетемін. Біздің Байқоңыр Ресей арендасында болса, мына мешітіміз біздің Төретамда, Қазақстанның территориясында орналасқан. Ортасында мына іште көріп тұрсыздар, мына бір заборлар тұрады. Осы забор біздің шекара. Ал мынау біздің КПП дейді, контроль пропускной пункт. Осындай қолымызда пропуск болады өзіміздің. Осы пропускпен біз сол жерден қазір өтеміз. Міне осылай машинамен өтетін болсаңыздар, машинаға да арнайы пропуск болады. Өстіп мына жерден машинамен өтеді. Болмаса жаяу өтсеңіздер де болады. Россияның, Қазақстанның және Байқоңырдың туы ілініп тұр. Бірінші әрине Россияның флагы. КПП-да қазақтың емес, орыстың сотрудниктері тұрады, полиция қызметкерлері. Қазақтың қызметкерлерін бұл жерден көре алмаймыз. Жай ғана пропускымызды көрсетеміз, сөйтіп қана өтеміз. Ал былайнан просто так өте алмайсыздар. Даже былайнан өткізбейді. Айналып мына жермен келесіз. Осылай пропуск көрсетіп, смело өте бересіз. Мына жерде машина багажникті ашып. Және біз уже жаңа Россияда едік, енді біз қазір, құрметті достар, Қазақстанға кірдік. Енді біз Қазақстанның, өзімнің қазағымның жеріндемін, Төретамдамыз. Біздің мешітке бару үшін осылай. Міне, мына заборлар. Осы забормен алғандай Байқоңыр уже Россиядамыз. Өзіміздің Қазақстанда, өзіміздің елімізде, жерімізде пропускпен кіріп, пропускпен шығамыз. Қайтеміз. Пропуск жоқтар өз жеріне, өз еліне, құрметті достар, тесікпен кіріп, тесікпен шығады. Осындай бір жерлерде тесік болады. Білмеймін қай жерде екен, бірақ тесік бар. Жұма мүбәрәк болсын, достар. Тілеген дұға тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Лучше Байконура нету космодрома. У нас потому что двое власти же. 150 тысяч солдат. Мы отдали России Байконур. Мы не уйдем никогда с Байконура. У вас здесь какой-то Советский Союз? Фактически, Байконур находится на территории Казахстана, но несмотря на то, что Россия его арендует, ему странным образом присвоили статус города федерального значения России. И юридически, по документам, он относится к Московской области. Более того, главу Байконура назначает российский президент. Правда, кандидатуру согласовывать с нашим президентом, но это по большей части формальность. И выходит, что на территории нашей страны находится некий анклав другого государства, что с геополитической точки зрения имеет свои существенные риски. Байқоңырдың бұрынғы атының, ел қойған атының қандай екенін естідім мен алғаш. Төбе шашым тік тұрды. Байқоңырдың бұрынғы аты Жеркіндік. Сол жерден космос құшынып жатыр. Кіндіктен. Кіндікті ойлаңыз, адам баласының кіндігі. Ол ананың дүнияға келгенше анадан алып отыратын нәрдің көзі ғой. Яғни Жеркіндік
философиялық фантастикалық көзбен қарасаңыз, ғаламменен байланысқан жердің кіндігі ана жер. Сол жерден ракета ұшып атқан себебі кіндік арқылы ұшқаннан кейін жауап аяқталмай қалды. Кіндік арқылы ұшқаннан кейін одан көп қаражат кетпейді екен. Ал керек болса. Американың Канаверал штатынан ұшатын ракетаның құны біздің ұшатын ракетаның құнын 11 есе қымбат екен. Кететін қаражат. Ал керек болса. Ананы жарып шығатын. Ресей мақтанып Красноярдан салып атқан космодромнан ұшатын ракета біздің ракетада одан 4 есе арзан ұшады. Анау 4 есе қымбатқа ұшады. Яғни күші кетеді сондай. Қысым сондай. Кіндіктің менен ұшады екен ракета. Сөйтіп тез өтеді. Анау ғалам арғарай орбитада. Кедергілерден тез өтеді. Қазақ жер кіндік деп. Тегін емес. Мен соны естігенде таң қалдым. Керемет. Содан кейін қазақ неге жерді домалақ жер демейді, шар жер демейді, жұмыр жер дейді. Жер домалақ емес. Жер жұмыртқа сияқты жұмырлау екен. Байқоңыр жұмыртқаның төбесі. Оу, шіркін. Ең бастысы бұл жерде Қазақстан мемлекетінің азаматтары Ресей азаматтығын алып отыр жұмысқа тұру үшін. Және де бұлардың ішінде сергектер жоқ. Қазақстан заңына бағынбайды, ішіндегі бүкіл заңдардың бәрі Ресейдің заңдарымен. Бұл жақта теңгемен қоса рубльде жүреді. Бірақ рубльдікі басымырақ. Сонымен қатар мына жаққа кіру үшін арнайы пропуск алып келген кезде біздің Қазақстан мемлекетінің азаматтарына кіруге рұқсат мүлдем жоқ екен. Тіпті жаңағы таксилермен келісу керек, немесе бір апта бұрын жаңағы дайындалу керек, заявка беру керек. Әйтеуір біздің жігіттер бір апта бұрын заявка беріп қойып, бізді кіргізіп алды. Бүгін кездесу болатын еді. Енді кездесуді біз қазір төретамда өткізіп жатырмыз. Өйткені бұл жақта бізге шамалы қызылмен қарайтыны рас екен. Сондықтан барлықтарыңызға айтатын осы Қазақстан мемлекетіндегі қалалардың бәрін үйлер банкте болатын болса, банктың хозяин келешекте шетел азаматы болатын болса, удостоверение сыртында андай жазылып болатын болса, тіліміз былай болатын болса, в общем қазақша айтқан кезде бізге келетін қауіптері әлі көп. Соның бәрін осы байқоңырлықтар негізі түсінеді деп ойлаймын. Келешекте сіздерге мен пенсионный возрастты қысқартамын, жақсы айлық төлеймін, сендер бәленше азаматтығын тастап бәленшеге өтіп кетсе, значит өтіп кетуі де мүмкін екен. Сондықтан өтіп кетіп жатырды. Оның дәлелі осы. Тоже бір бизнес жасасаңыз, бірдеңе ашсаңыз, помещение ашсаңыз, налогты да Россияға төлейміз. ИП, Қазақстанның ИП-сына жұмыс істеуден бәрі бас тартады. Өйткені қиындау. Біз российский ИП ашамыз. Өзіміздің атымызға еще. Российский ИП-мен қалада жұмыс істеу оңайырақ. А бұлай заң түрінде, не түрінде қазақстанский болады дейді. Оның жолдарында сұрастырып көрдік, алдында біз шаруа бастағанда. Бірақ көп жаңағы арендаторлар беретін, олар российский ИП болғанға қалайды да, олар ше. Өздеріне оңайды да бір нелері. Қазір бұрынғыдай емес, алда туылған адамдарға, осы жақта туылғандарға автоматты түрде Ресей азаматын береді. Қазақ қатынымен бай екеуге toshiga кірді да жұмысқа кіріп Ресей азаматтығын алып. Оның баласы Ресей азаматы, Ресей азаматы. Ал енді олар еще егер де олар әскерге шақыратын болса, Ресейдің әскеріне шақырсын. Әскеріне бәрі Ресейдің әскеріне. Енді осы жерде қазір жаңа айтып отыр, қазақтарға жағдай жасалған, егер де Ресей азаматтығын алса, онда олар айлығы көптеу, пенсияға тез шығады. Осы жерде жүріп тұруына өте жақсы қолайлы. Сондай несін жасаған қолайлылық жасалғандықтан көбірек қазақтар Ресей азаматтығын алуға ұмтылып жатыр, өтіп жатыр. Одан кейін өтті. Өткеннен кейін енді қарашы енді. Келешекте мысалы осылай қазір тура осы кішкентай ғана Байқоңырдың форматын бүкіл Қазақстанға алып қарайықшы енді қазір. Бүкіл бізге келіп жаңағы мынау біздің көкелеріміз жаңа сататын беретін беріп кетті. Бүкіл Қазақстандағы осындай қалалардың бәрі банктік болса, банктың хозяиндары шетел азаматы болсын. Олар жаңа біздің удостоверение сыртында қазақстандық деп жазып берсе, қазақ, орыс, Қытай емес. Онда олардың бәрі келеді қазақстандық болып, кейін олар бізге жаңағы билікке кіреді, олар жаңағы акиматқа кіреді. Қазір осы жердің акиматын кім басқарады? Акимат емес, мэр деп осы. Оны кім басқарады? Орыс, Ресей азаматы. Ресей азаматы басқарады. Логиканы енді түсіндің ба? Мысалы үшін балалардан сұрасаң, қайда тұрып жатсың десең, Ресей дейді. Өйткені олардың өзі көргені сол. Мен бір қорқатын, келешекте біздің балалардан бүкіл үйлердің бәрі жаңағы, сен қай елде тұрып жатсың десең, ол Қазақстан емес десең, өлген жерін осы болады да. Паспорттың сыртында қазақстандық деген жазу болатын болса, ал әкім қараларымыз шетелден келіп тұрып жатса, онда сол өлген жеріміз
сол болады. Бүгінгі жобада көпшіліктеріңіз осыны мен айтып жүрген нәрсені толық түсінді деп ойлаймын. Осы видеоны түсіру үшін міндетті түрде әдейі осы жаққа кіріп, көріп, сезініп, сіздерге түсіндіру үшін әдейі келдік. Құрметті асылдарым, жақсыларым, өткенде біз Байқоңыр туралы теманы түсірген болатынбыз. Онда Байқоңыр қаласына барып, қай елде тұрып жатсың дегенде дәп осылай жауап берген. Қазір Ресей мемлекетінде тұрып жатсыз ба? Иә. Өйткені сіз Ресей заңдарына бағынасыз ғой, иә? Иә, тулары, Ресей тулары ілініп тұрған жерімізде біз 2050 жылға дейін 4.792.166 гектар жерді небәрі 115 миллион долларға арендаға жылға беріп отырмыз. Ал енді Байқоңыр қаласындағы үйлердің бәрі кімдікі дегенде, сіз айтыңызшы, бұл жақта кім үйінде тұрып жатсыз қазір? Ресейде. Яғни ата-анаңыз сол жақта арендада тұрады, ма? Дәп осылай жауап берген. Иә, егер де үйлердің бәрі Ресейдік болатын болса, астында жер ғана Қазақстанда арендада. Енді дұрыстап түсініңіздер. Сол жерде 76 мың адам тұрады екен. Сол 76 мың адамды бір үйде 3 адамнан бөлетін болсақ, біз енді қанша пәтер шығатынын есептеп берейік. Сол пәтерді Ресейдің үкіметінен жалға алған біздің қазақтар ай сайын 50 мың теңгеден төлейді екен. Жаңағы 76 мың адам қазіргі уақытта жалда отырған пәтерлердің құны 38 миллион доллар біз жыл сайын Ресейге наоборот керісінше аренда төлеп жатырмыз. Одан бөлек біз сол жердегі штрафтар бар, жаңағы айыппұлдар, салықтарымыз бар, бәрін Ресей мемлекетіне төлейді екен. Сонда жаңағы 115 миллионнан жаңағы 38 миллион тағы да налогтардың бәрін алсан, кім ұтылды, кім ұтты? Олардан қалған қалдықтармен еліміздің қаншама жерін алып жатқан осындай экологиялық алпауыттардың зардабын кейін кім шешеді? Осындай жалпы тиімсіз заңдарға қол қоятын адамдарды да түсінбеймін. Жалпы біздің еліміз қазақ елі, сонда кімге керек? Бізге ғана керек қой, ауылдағы мал бағатын ағайындарға. Тіпті ауылдағы мал бағатын ағайындар жер сұраса, бәленбай жерді алудың өзі қиынға түсіп жатыр. Ал енді небәрі 23 доллармен қазіргі уақытта зымырандарды құлатып жатқан елді мекенде көбісі ойлайды екен, сол зымыран ұшатын жерді ғана арендаға берген деп. Жоқ, олай емес. Сол жердің қаласының бәрі кәдімгідей жабық түрде. Бұл сөздерге не айтпағымыз бар? Келешекте ойлаңыздар, қазақтар. Егер де осындай ұлан-ғайыр жерді ата-бабамыз біз үшін алып қалған болатын болса, ол елдің иесі біз, яғни бізге оны ешкім сыйлыққа берген жоқ. Одан кейін тағы бір айтатын мәселе, бұл жерде біз қорықпай аяқ басып жүре алуымыз керек. Егер де үйлердің документі қазір уақытта банкте кредитке беріп жатсақ, ал келешекте бірнеше жылдан кейін тағы да балалардан мына елдің иесі кім дегенде, банктер, ал банктың иесі кім дегенде Қытай мен Ресей, Америка, Африка деп тұрмасына кім кепіл? Сондықтан біз жасап жатқан жұмыстарды түбегейлі ойлануымыз керек. Артымызда келе жатқан аттың үстіндегі балаларымыз келешекте есекке теріс қарап мініп, ауылында ұятқа қалып жүрмесін. Сырттан келген келімсектер бұларды ішке теуіп, үйінен қуып жүріп жатса, біздің қасіретіміз сол емес пе? Сондықтан аттың үстінде жүріп, найзаның ұшымен, білектің күшімен ата-бабамыз білімнің арқасында ұлан-ғайыр жерді аман-есен біз үшін аманат етіп қалдырған. Біздің жерде аяқ басып жүретін қазақ бауырларымызға қорықпаңдар дегім келеді. Байқоңырды жалға беріп, бұл жақтағы бақылаудан толығымен айырылған сияқтымыз. Олай деуге басты себеп, бұл жақта Ресей заңымен өмір сүреді. Президенті Путин қоғамдық тәртіпті Ресей сақшылары күзетсе, қаланы мэр басқарады. Өкінішке орай, осының бәрі Қазақстанның қақ ортасында, қазақ жерінде болып жатқан жағдай. Бұл тек бір жағы. Екінші жағынан экология. Экологиялық аймақ дегенде әбден етіміз үйреніп кеткен секілді. Байқоңырдың асты үстіндегі бүкіл жаңа жылуы бар, жолы бар, электричествосы тоз-тоз шығып тұр қазір. Тоз-тоз шыққан. Орыстар, орыс ағайындар бір тиын ақша салмайды. Даже сол кездегі орыстың, сол кездегі губернатор дейміз, соларда администрацияның басшылары, соларға менде кездесіп солармен. Солар айтады, нам не нужен ваш город дейді. Вы заберите дейді. Бұл мемлекетаралық комиссия, оны үкімет басшысы басқарады бізде. Анаяқтан Ресейдің үкімет басшысы, бізден Қазақстан үкімет басшысы. Сол кезде мен үкімет басшысына да кірдім. Осы Масиевке кірдім сол кезде. Масиевке кірдім. Кәрім Қажып Қабыш. Енді мынаны, енді президентке достығымыз бар ғой, мынаны алайық та біз Қазақстанға. Аналарға нені берейік жаңағы, ракета ұшатын алаңдарды берейік. Жүре берсін, мынаны алайық, ракета ұшу алаңдарын берейік. Болмайтын болса, екінші мәселемен көтеріп жүрген. Мына Байқоңырға сізбе айтып отқан 115 миллионның бәрі мына республикалық бюджетке кетіп қалады. Ана жаққа бір тиын түспейді.
Шинама. Ебать. Шинама. Ебать. Ёб твою мать. Шинама пиздец шарлығыма. Ағар ана хирап болсын. Шинама. Ебать, пиздец, как он вид портер. Шинама. Ебать. Аш, пора